Сәлем достар, бүгін бізде үшбұрыштар тақырыбындағы екінші сыныпты қарастыратын боламыз. Үшбұрыштың табаны 60, биіктігі 12, ал табанына жүргізілген медианасы 13-ке тең. Үшбұрыштың үлкен берік қабырғасын анықтаңыз дейді. Бізде мынандай бір үшбұрыш берілсін деп айтайық. Так. Ал нүктесі. Бізде айтылған биіктігі 12-ке тең деген. Ал медианасы 13-ке тең. Бізде енді медиана туралы бір ереже бар. Үшбұрыштың мына жағы мен екінші жағы өзара тең болады, ja? Табаны общий алып істесе, мына жағы 30-ға тең. Так. Мына жағы тоже мына жер общий 30-ға тең болады, ja? Так, мына жерде бізде тікбұрыш, үшбұрыш берілген. Мына жер. Осы жерде тікбұрыш, үшбұрыштың кіші катетін тапайық, оны қалай табамыз? Ол жерде біздер бірден Пифагор сала бастасақ болады. 13-нің квадраты 169. Одан азайтамын 12-нің квадраты 144. Онда мен шығады 25. 6 плюс 25 бізде 5 шығады. Олжайсыз, мына жер 5 ұзындығы. Енді менде осы үлкен бүйір қабырғасын сұрап тұр. Үлкен бүйір қабырғасы деген не? Ол мына жер мына. Мына жағы ұзынырақ, дұрыс па? Мына жерде тоже сондай бір тікбұрыш, үшбұрыш пайда болды менде. Осы тікбұрыш, үшбұрышын аудан таба салайық. Ой, аудан тіппін ғой. Гипотенузасы мына жер мына. Осыған ұзындығын сұрап тұр. Оны қалай табамын? Ол жерде тағы да сол Пифагорға келемін. Получается менде 5 плюс 30 қанша болады мына жер общий? 35 болады. 35-тің квадраты 1225 қосылған 12-нің квадраты 144. Сонда менде шығады 1369. 6 бірастан осы 37 беретін болады. Сонда бізде есебіміз жауабымен шықты. Есеп түсінікті болды ма? Ал кіші бүйір қабырғасы есе мына жер қанша болады? 5 қосқанда 25 болады. Оны қалай табамыз? Дәл осылай Пифагорға сала қоямыз мына жағында. Кіші бүйір қабырғасы сұраса. Есебіміз шықты. Бізге керек болғаны мына жер жауабы 37 болады. Енді суреттен ақ көрініп тұр. Мына жағы кішкене ұзынырақ деген сөз, ja? Болды. Есебіміз аяқталды. Сау болыңыздар.